Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалдарың қалай? Яндекс күнделіктерімізді жалғастырамыз. Басқа жаққа остановка бола қалды. Ё-моё, Леха, туда остановка упала деп жанында біздің қайсар жігіттер жүр. Пока Яндекс линияға шықпаймыз, өйткені қазір Макенге барып көмектесіп жүру керек. Кое-что купить надо дейді. Сол. Бүгін максимально бір қызық контент түсіріп көрейік. Ал сіздер бізбен бірге болыңыздар, достар. Лайк басуды ұмытпаймыз. Лайк басу ол сіздердің каналға деген көмектеріңіз болып есептеледі, достар. Сол лайк басу арқылы рекке шығамыз, елдерге қызықты болған сұрақтарына жауап береміз. Бүгін сол сұрақ жауап қылып көрейік. Қазір мен комментарийларды ашайын. Соның ішінде қызықты сұрақтар болса, соларға жауап беріп өтемін. В общем, братва, Макеннің жұмыстарын бітірдім. Енді линияға шықтым қазір ғана. Көрейік, осы жоғар жақтарда заказ көп дейді, жақсы болып жатыр дейді. Көрейік. Жайлап оған да көнерміз деп жаман жолдармен джиптар сияқты келе жатыр. Жаңа өзің сондайсың сен деп ұрсып кеткесін мейді. Так, сұрақ жауап, достар. Цельнометаллический жақсы ма дейді. Оклейка жасашаш дейді. Жасашаш дейді. Оклейка жасағанда білмеймін, маған ұнамайды оклейкамен тұрған машина. Красканы құртасын біріншіден. Рейтинг маған қызықтырмайды. Машина өзі әдем болып тұрған жақсы. Айпсы ол күнмен күлет. Тілім сет ұстамай жатыр. Күннен күйетті анау. И краскаға сынып қалады да. Одан кейін машинаны сатқан кезде некрасиво болып тұрады. Максимально өз қалпында сақтаған дұрыс та машинаны. Соң тағы да қандай сұрақтары бар. Қазір мен ашып қарайыншы. Немене сұрақтар бар екен деп. Яндекс таксопарктың аты қандай деген сұрақ көп келеді. Мен бір таксопаркте емес, 2-3 таксопаркте жұмыс жасаймын. Оның біреусі Евразия, сосын Везунчик и Сим Логистик. Ауыстырып шыға бересің, короче. Не бар, не жоқ деген сияқты. Сол, енді январьда мен бұндай болатынын білгем, бұл жағам. Қазір кешке индрайверді қосып көреміз. По месту. Қай жерден қай жерге, кімнен кімге деген сияқты. Сол, самый главный, достар, қанша табыс болсын, тастамау керек та. Бір нәрсенің аяғына дейін шығарайық. Осы Яндексті бұйыртса жасап бір орнықтырып, мүмкін өзіміздің бір таксопарк ашып аламыз. Сол жерде бүткіл жаңа заказдардың бәрін өзіміз жасап тауып жүрмейміз ба? Қалай дедің? Дерсік айттың ба? Деш? Алматымызды аралап кайпабай дедіп жүргенге не жетсін, құрметті достар. Любой нәрседе сабыр керек. Январьда заказ жоқ қой, жарайды деп жылап атсың. Сол ғой енді. Январьда көбісі 10-нан кейін жұмысқа шығады ғой енді. Барынша максимально. Негізі доставканы қоссаң, курьерді қоссаң, жұмыс жетеді по идее январьда ше. Бірақ менде не жоқ. Қалай айтсам болады.
шығар енді. Или мен ғана сондаймын ба? Ақшадан кесірленген емес. Просто ондай ақшаға не стоит нәрсе болып тұрды ол. Біреуге құл болу үшін жұмыс істеп жүрген жоқ. Өзіміздің кайфымыз үшін жұмыс істеп жүрміз. Сіздер барсыздар, той бар. Басқа не керек? Мен бір асып баратқан Яндексті жасаған адам емеспін. Барынша білген біліммен сіздермен бөлісем, сіздерге сол пайдасын тигізсе, мен қуаныштымын. Ертеңгі күні айтасыңдар ғой, мына жігіт айтқан еді деп. Сол достар, қазір Розбакиева көшесімен төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Бүгін дүйсенбі. Базарлардың көбісі жұмыс жасамайды. Максимум жұмыс жасайтын Салават, Тастақ. Сол төгерекке барып көрейік. Жоқ болса, жоқ, қайтамыз ендеше. Содан кейін келесі күнге алсамыз. Так, ертең бізде жоспар бойынша достар отбасылық демалыс жасасам ба деп тұрмын. Сіздерге көрсетсем рұқсат па екен? Қызықты әңгімелер болсын, сұрақ жауап жасайын сол жерде. Иә? Сөйтіп, бүйтіп жүре берейік та. Уағыстында бүй жаққа қайтып келе жатсам, кеп тұр ғой. Сорлы заказ деп ше. Заказ келді достар. Алып кетейік, 12 минуттық подача екен. Подачаның орысшасы қалай, орысшасы дегенше. Подачаның қазақшасы қалай болады? Беру ма? Беру деген басқа деп ше. Апару, жету уақыты 12 минут. Көрейік достар. Көргілі. 1000 коэффициентпен берді ма, или 10.000 коэффициентпен берді ма, точно білмеймін деп. Ал кеттік. Мегабетонның жанына келдік қой достар, Көксайдың астында, осындай ТЭЦ-тің жанында ба. Осы жердің негізі андай атмосферасы әдемі маған ұнайды. Ерекше ғой кәдімгідей. Послевоенный сияқты. Сериал жазсам ба деп жүрмін бар ғой. Айыратын бір, күлетін бір сериалдар жазып, осы YouTube каналға салсам ба деп қоямын. Сериал жасасам, сурет деп қой. Сериал түсірсем көретін бе едіңдер достар. Пиздеш. Күшті жерге келдік достар. Кеттік. Так, тапсырысымызды алдық. Бір рулон андай пырт деп жарылатын нелер ғой. Шаригі бар, пакеттіктер бар ғой. Техниканың сыртына ұрып қойылды ғой. Кейін пытырлатып жарып отырамыз ғой. Деп әңгіме жүреді. Мына жерді қараңдаршы. Неме? Бригада ма деймін? Павлин ма деген сияқты. Осындай жерлер ұнайды иногда. Қарасаң, темір торлар. Кеттік, уақыт 24 минут алады екен. Жол бойына біз қай жаққа барып жатырмыз қазір? Черновицкая улица 80 дейді. Тәуекел, көрейік. Так, братва, жаңа заказды апарып тастам, жаңа түсіруді ұмытып кеттім, телефонмен сөйлесіп. Оның бағасы 4740 теңге болды. Одан шығып келе жатырмын, екінші заказ түсті, мына Рысқұлова аэродромный жағынан. Қазір оны апарып тастаймыз. Содан кейін, достар. Көреміз енді бұйыртқаны. Келіп тұрмыз. Қазымада жүрейік. Ал таптамаша күндер бағанаға деп ғой. Заказымызды алып кеттік. Бір коробкада бір әйнектер. Стеллаж ғой деймін, по-моему. Соны аламыз да біз
В общем, примерно білемін, 5 ағаштағы Магнум ғой. Сол жаққа барамыз. 21 минут уақыт алады екен. Кеттік достар. Так, братва, 5 ағаштағы Магнумға келдік. Қазір түсірбасын көреміз. Так, братва, бұл заказды батырдық. 3590 теңге болды. Магнумға екен десем, Магнумнан келіп, ағарай алып кетпекші екен ғой. Вот, еврейлер да білет негізі арзан шығатын. Тістей болайын ба, деш? Все, едем дальше. Орысша ауысып кетті оны. Кеттік арғарай. Үй жаққа қарай ақырын жүре берейік. Дойчаны садиктен алу керек. Бізде кәдімгідей біреудің папасымыз атак. Жақсы, ағайындар, қалайсыңдар, бәрі жақсы ма? Нормально, да? Нормально. Что делал бәрің? Жаңа жылды қалай қарсы алдыңдар? Комментарийға жазып кетіңіздерші. Кім не істеді? Тапа-тал түсті. Не пробка мынау? Авария болды екен, мынау жерде примерно көріп тұрмын. Не болған? Нұрсұлтан ұстаздың сира сабақтарын көріп жүреміз. Әрдайым керемет нәрселер айтады. Өмірге де ұштастыратын, жаңа бизнеске де ұштастырып жіберетін тамаша нәрселер айтады. Так, ана жерде бір фура бұрылып тұрған жаққа теріс қарап алып тұрған. Көрейік, көз не болған екен. Жер шарында да. Ебать, мына КамАЗды қарасаңдар, мына жақтан келе жатқан. Не деген машина мынау? Скоростьпен көрініп тұр осы. Ё-ма, сүріп қоптым. Ана жерін соғып. Лоп кірген ғой. Башын жар жүріп тұр. Құрсына авайлап жүрегі. Ағайындар. Қысқа ғана өмірді бытшыт болып кетіп жүрмек. Так, достар, кішкентай бастығымды алып кетуге келдім. Бас екен. Сол қазір бас екенімді алып кетейік. Содан кейін үйге барамыз, ол кісінің магазинге келетіні бар. В общем, жұмысы жетеді ол кісінің. Саламатсың. Кел, давай, одевай. Я садики забьет. Ага. Дай я посмотрю. Вот посмотри. На, кики. Апайки, пока скажи. Абай. Сау болыңыздар. Домой. О? Да, закрыли, да, тут? Пошли. А тут не закрыли. Таняка, что надо сказать? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А? Да, снега нету. Осындай, в общем. Подписывайтесь на канал, дейді. Кіру керек па обязательно? А? Я. Не аласың магазин? Издевайся. Жеваську ма? Жүр кеттік. Үйге келгесің ғой. В общем, бүгінге жұмыс бітті, достар. Мусорды лақтыра салайық. Садиктен бастықты алып келдік. Бастық магазинге кірді. Магазинде жартысын тонап шықтық магазиннің. В общем, осы кісілер жұмыс жасаймын. Анау жерде екеуі тұр әне. Сол, достар, бүгінгі күндік табысымыз
8.000 теңге болды. Сосын Макеңнің жаңағы ары бер заттарын алып келдік. Ол 10.000 теңге берді. О, классно. Это что? Это печать? Вальник. Молодец. Сол, бүгінгі 18.000 теңге табыс. Таптық. Каналға лайк басыңыздар. Не істеу керек каналға? Тіркеліңіздер. Правильно, рахмет. Сол, давайте, достар. Рум турды кейін түсірем, бола ма? Жарайды, түсіре салайын. Мына жерде спляни. Осындай. Мынау топка, бұл жерде печ-меч. Санузел. Дойчаның комнатасы. Комнатасы болғанда ойнайтын жері. Мына жерде кейін баспалдақ болады. Екінші этажда. Мынау тамақ ішетін жер. Тамақ ішетін жердің бастығы ана кісі. Мынау соның орынбасары. А мынау мен кабинетім десең. Холл. Холлдың төбесі осындай қылып жасадым. Бұл тамада екеннің белгісі деп ше. Сол, рахмет достар қарағандарыңызға. Сау, саламатта болыңыздар. Ой, рахмет. Вкусно. Все, давайте.